біздің мүмкіндігіміз бар Қазақстанның. Мысалы біз технология жағынан Қытайдан озамаймыз. Производстводан. Қазіргі таңда. Ресей, иә, бүгінгі таңға. Біз Ресейден озамаймыз. Ядролық оружиясы, анау мынау сенің потенциал үлкен. Ал бірақ біз озатын жол бар. Біз рухани деп бәріміз айтамыз, рухани мықтымыз, рухымыз биік деп. Енді сол рухты қалай біз жастарымызға, немелерге зейін қабілетін көтере аламыз. Бірінші. Екінші, университеттерде ғылымға деген ынтасын, соларды, мысалы, Нобель сыйлығының лауреаты деп бір показатель деп айтайық. Соны Қазақстанда әр 2 жылда бір Нобель сыйлығының лауреатын көтеруге ашуға бола ма, сайлауға? Болады деп санаймын мен. Соны қолданып көрейік. Біз ешнәрсе жоғалтып отқан жоқпыз. Оған миллиардтаған, миллиондаған ақшаның қажет емес оған. Ол тек қана Алладан сұрап бізге кірсек болды. Соның ішінде отырасың. Уақыт керуенінің ішінде. Иә, мысалы маған 20 жыл уақыт керек болды Алланы тануға. Мысалы, осы сіздер соны 21 күнде жетуге болады. Мен Алланың немесімен, пайғамбарымыздың айтқанын орындадым ғой. Мен ойыма келген қиял емес бұл. Соны орындағанда міне тұр қазір. Кез келген адам, ол ғалым бола ма, ол қарапайым или ауру адам бола ма, өзінің мақсатына қарай келсін, емін алсын. 21 күн деңгейін көтеру. Мысалы, енді кәсіпті ашқан адам, мысалы, 10 миллион долларлық деңгейге көтерейік деп айтайық. Соны істеу қиын ба? Қиын емес. Елестетіп көр. 21 күн ішінде үйрен. Мен үйім мынандай болады. Елестет, мына пәленше соседімнің үйін көрсетіп бар ма өзің? Осындай үй болсын. Менің отбасым мынанша табыс тұрады. Сонда сен айтып отырсаң, сенің рухың осы тірі деп санайды. Соны қозғай береді. Жай мына сенің өміріңді тазалай бастайды нұр. Сен сонда Алланың 99 есім сипаты бар. Сол есімді сен айтып отырсың. Ойың басқа нәрсені көріп отырсың. Қалай өмір сүріп жатқаныңды. Басқа өмірді. Визуализация деп айтайық. Сонда нұр сені миыңды, санамызды бұрады. Подсознание дейді ғой мынау қазіргі. Сен жоқ, Алланың кәдімгі нығметі бұл. Сол немеге арнаға кір. Демек, біз Қазақстан, Ресейден, Қытайдан біздің біліміміз, біздің рухани өміріміз, мысалы, қандай рухани? Қазығұрт тауы, Нұрмекен, айтып жүрген Нұрмекен, сол жерге күн айына 10 миллион шетелдің барлығы келуге мүмкіндігі бар. Осы технологияны алу үшін, осы нұрға шомылу үшін сен оны жеткізе біл. Айтым ғой, бізге 1 миллиардтаған инвестицияның қажет жоқ. Деңгейін көтеруге бола ма? Болады екен. Оқушылардың, мұғалімдардың деңгейін. Айтым ғой, 9 айда мысалы 6 шет елдің тілін жаттап алуға қабілетін Алла ашады. Сен курсына бар, қатыс соның. Соны тез арада Алла сен ашады да сайрай бастайсың. Деңгейі өсет, рухы өсет, деңгейі. Ал енді мына сол ағымды сіздерге оңайлатып, Алланың немесі, мен өзім парызым деп түсінетін мен оны. Соны істедік, жетілдірдік.